Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 9-10 сабақ, нәтиже сабақ. Оқу мақсаты: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Ендеше оқушылар, оқулығымыздың 107 бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтін берілген, мәтінді барлығымыз мұқият оқып шығамыз. Бірінші тапсырмадағы мәтінмен таныс болсақ, ендеше мына ой түрткі сұрақтарына ауызша жауап береміз. Шығармашылық қиял дегеніміз қандай қиял? Шығармашылық қиял қандай өнер иелерінде кездеседі? Келесі тапсырма: оқулығымыздың 109 бетіндегі 5 тапсырма. Тақырып бойынша жинақтаған білімдеріңізді тексеру үшін берілген үлгі бойынша әрбір оқушы 5 тест тапсырмасын құрастырады. Келесі тапсырма: 110 беттегі оқулығымыздың 8 тапсырма. Қиял шығармашылық бастауы тақырыбында өз ой тұжырымыңды жинақтап, 150 сөз көлемінде мәтін құрап жаз. Мәтінде синоним, амоним, антоним болатын зат есімдерді орынды қолдануларыңыз қажет. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.